Сәлеметсіңдер ме балалар, 2-ші сынып қазақ тілі пәні 66-шы сабақ антоним дегеніміз не тақырыбын өтетін боламыз. 5-ші жаттығу өлеңді оқы. 2 қол. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға сол қолы мен оң қолын. Қарап еді сосын ол тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы екі қол бірін-бірі жуады. Авторы Мүбәрак Жаманбалинов. Ал енді тапсырма орындаймыз. Өлең не туралы екенін айт. Өлеңдегі оң сол сөздерін айтылуы мен білдіретін мағынасы бойынша салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба әлде қарама қарсы ма? Балалар, өлең екі қол туралы. Өлеңдегі оң және сол сөздері біздің оң және сол қолымызды айтып тұр. Ал бұл сөздердің мағынасы бір-біріне қарама қарсы. 6-шы жаттығу. Мақал мәтелдерді көшіріп жаз. Озған мұрат, қалған ұят. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Ал енді мақалдардың мағынасын түсіндір. Мағынасы қарама қарсы сөздерді тап дейді. Бірінші мақалды түсіндіретін болсақ, адам мақсатына, мұратына дер кезінде жетсе, ол жетістік, ал уақыт өткізіп алып кеш қалса, ол ұятқа, өкінішке әкеледі дегенді білдіреді. Ашу қате істерге итермелейді, зиян келтіреді. Әрбір істе ақылға жүгін, білімді, ақылды адамдардың кеңесін тыңдап, біліміңді арттыр деген мағынаны білдіріп тұр екен. Ал енді қарама қарсы сөздер бізде озған, қалған, дос, дұшпан сөздері екен. Тілімізде мағынасы қарама қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат. Бұл сөздерді антоним сөздер деп атайды. Ережені жаттап аламыз. 7-ші жаттығу антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Ащы, қалың, ұзын, ерте, терең, кеш, қысқа, тұщы, таяз, жұқа. Бұл сөздерді сәйкестендіруіміз қажет. Яғни, ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Бұл сөздер антоним сөздер. Антонимдер мақал мәтелдерде жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр. Мұндағы антонимдер қорқақ, батыр. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Тәтті, ащы сөздері бізде антоним сөздер болып тұр. 8-ші жаттығу бос төркөздерге олардың тұсындағы сөздердің мағынасына қарама қарсы сөздер тауып жаз. Берілген сөздер ескі, жақсы, жарық. Бұл сөздерге қарама қарсы сөздерді тауып жазуымыз керек. Яғни ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.